Ал Африкадан шыққан маймыл шешегі жер жаһанға жайылып барады. Ресми ақпарат бойынша қауіпті инфекция қара құрлықтан бөлек Азия мен Европада да тіркеліп отыр. Осыған байланысты бірқатар мемлекет сақтық мақсатында әуежайлар мен шекара бекеттерінде бақылауды күшейткен. Толығырақ тілші материалында. Monkeypox немесе маймыл шешек ауруы Африка елдерінде асқынып бар. Бүгінде қауіпті вирус қара құрлықтың 13 мемлекетін жайлап алған. Әсіресе Конго Демократиялық Республикасындағы ахуал күрделі. Бір аптаның ішінде індетті жұқтырудың 2000-нан астам жағдайы тіркелген. Ал жыл басынан бергі есеп бойынша бұл елде 15664 адам науқас деп танылып, 548 азамат қайтыс болған. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Айта кетейін, Конго Демократиялық Республикасынан бөлек Бурунди, Камерун, Гана, Кения, Руанда мен Угандада да Mpox-қа қатысты жағдай мәз емес. Бәрінде төтенше жағдай жарияланған. Индонезия билігі әлемде маймыл шешек ауруының таралуына байланысты шетелдік туристердің ағынын бақылауға көшті. Атап айтқанда, кеден бекеттерінде саяхатшылардан денсаулық жағдайы, олардың кіммен байланыста болғанын сұралады. Сонымен қатар туристер нақты қайда бара жатқанын да айту керек. Айта кетейін, жыл басынан бері Индонезияда 14 адам маймыл шешегі вирусын жұқтырды. Пәкістанда да осыған ұқсас жағдай. Инфекцияның шекара асуына жол бермес үшін әуежайлар мен шекара өткелдерінде қажетті шаралар қабылданған. Атап айтқанда, әуе айлағына медицина мамандары тартылып, бөлмелер мен жүктерді жаппай зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ел ішіндегі ауруханаларда дерттің таралуына қарсы дайындық жұмыстарын күшейткен. Мәселен, науқас деп танылған азаматтар Пешавар қаласындағы медициналық мекемеге оқшауланады. Айта кетейін, жуырда Пәкістанда маймыл шешегін жұқтырудың алғашқы дерегі тіркелді. Инфекция Сауд Арабиясынан оралған туристен анықталды. Вирус Еуропаға да тарап үлгерді. Швецияның Стокгольм қаласында Mpox вирусын жұқтырған бір науқас анықталды. Жергілікті денсаулық сақтау министрлігі таратқан ақпар бойынша ол вирусты Африкадан жұқтырып келген. Қазір бұл азаматқа қажетті күтім көрсетіліп жатыр. Ғани Мұқашұлы, 24 KZ.